أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Аллах табарака ва тағала Жабрилге айтады екен: "Ей Жабрил, мен мына бір адамды жақсы көріп қалдым. Сен де жақсы көр" дейді екен. Жабрил ол кісіні жақсы көреді екен да бүкіл аспан халқына айтады екен, періштелерге: "Ей аспан халқы, Аллах мына кісіні жақсы көріп қалды. Мен де жақсы көрдім. Сендер де жақсы көріңдер" дейді екен. Аспан халқы жер халқына айтады екен. Қалай жеткізетінін білмеймін, хадисте солай айтылған, бауырлар. Аспан халқы айтады екен жер халқына: "Ей жер халқы, мына кісіні Аллах жақсы көрді. Оны Жабрил жақсы көрді. Оны біз де жақсы көрдік. Енді сендер де жақсы көріңдер" дейді екен. Оның сонда кім болды ол? Әулие болды емес пе? Қарапайым тілде айтқанда, дұрыс па? Қазақтың тілінде айтқанда әулие болды. Бекер айтпайды оны. Ибрахим Адхам деген бір кісі болған. Ибрахим Адхам деген патша болған екен. Бір күні ол кісінің әдеті екен, үйіне кіріп келеді да, жаңа жататын уақытында бақшасын аралап қайтады. Сол бақшасына шығып кеткен кезде бір қара негр әйел кісі келіп, жаңа үйін сыпырып, ана көрпесін әдемілеп ашып кетіп қалады. Көзіне көрінбей кетіп қалу керек екен ол. Бірақ ана бейшара негр әйел, анау патшаның жастығы ғой енді, патшаның төсегі, соған бір отырып көрейші деп жамбасын қойып, басын жастыққа қойғаннан қорылдап кетеді ғой. Ана жұмсақтық қой енді, анау керемет нәрселер ғой. Өмір көрмеген кесе бір қарағатын бейшара құл ұйықтап жатыр ақ төсекте. Қамшыны алады да ұрады ғой. Анау әйел кісі үстінің қандала болғанынан оянады. Оянады да күле бастайды. Сосын мынау жынды болып қалған екен дейді. Ұрған сайын күледі да. Сосын айтады: "Ей, сен жынды болдың ба, есіңнен аудың ба, не болды?" десе, "Мен дейді 5 минут па, 10 минут па осы жерде ұйықтап қаппын. Соның мына жазасын қарашы" дейді. "Сен өмір бақи ұйықтап келесің мына жұмсақта" дейді. "Сен бұның жазасын қалай бересің" дейді. Жауабы: "Өмір бақи ұйықтап келесің осы жұмсақта. Аллахқа қалай жауабын бересің?" Патшалығын тастап кеткен. Бауырлар, рас қой, жұмсақ төсекте ұйықтап келе жатырмыз. Алла Құдай сұрамай ма? "Ей пәленше, жұмсақ төсекте ұйықтайсың, түнгі намаз кәні, пәленше, ораза кәні", сұрамай ма? Ақша ше, дүние ше, біреуден аз, біреуден көп тауып атсыз, алып атсыз. Алла Құдай балашаға беріп атыр, сұрамай ма? Бәрін сұрайды. Ал имамнан мешіттің қосып сұрайды, өзінің үйін. Түсінесіз ба? Үйдің қожайыны сұрайды қызметшісінен: "Біздің үй не болды?" дейді. "Ана жерден су ағыпты, қарамадым.